болмайды. Бұл себебі құм, сақтық шарамызды сақтайды. Біз тәжірибемізді бастайық. Тәжірибе бастамастан бұрын стаканымызға құмымызды салайық. Бір қасық. Екі қасық. Балалар, жуаның өсу үшін біз бірінші жерді жыртамыз, тұқым саламыз, су құямыз. Оған су құямыз. Сосын күннің сәулесінен өсе ме? Иә. Бұл дәннен балалар жуа өсіп шығады. Қане, балалар салдыңдар ма? Құмды салып атсыңдар ма балалар? Енді балалар, қолымызды кішкене етіп істейміз. Кішкене алғанда домалап істейміз. Ашыңыз құмды. Ортасын дөңгелетіп ашамыз. Дәнді салайықшы балалар. Бірасы дәнді сал. Ана ал. Ой, жарайсыңдар. Енді бұның ішіне не қою керек па? Су қоямыз. Қане, абай Мансұр су құйшы сен. Салдар. Енді маған стаканға су құйып. Ерасылдың етке дегенсе су құйып. Оған біз енді құмды салдық, дәнді еттік, су құйдық. Енді бұған не керек бізге? Дуа. Күн сәулесі керек балалар. Күн сәулесіне апарып қойайық балалар. Үстіне қоямыз. Біздің еткенімізде күн сәулесі керек. Біз бұны күтеміз 2-3 күнге қалай өскенін бақылаймыз да балалар. Жуаны өткен апта басқа балдармен еккен еді. Сіздің еткендеріңіз осындай болып өседі. Көрдіңдер ме балалар? Ұстап көріңдерші. Сіздер еткен жуаларыңыздар алдағы уақытта осындай болып өседі. Балалар, біз бүгін не өттік? Дуа. Жуаны зерттеп көрдік та, оны құмға еттік тұқымын. Ішіне не құйдық? Су құйдық. Сосын қайда апарып қойдық су құйған стаканымызды еткен затымызды қайда апардық? Терезенің алдына апардық да? Терезенің алдына күн сәулесі түсіп тұрған үшін терезенің алдына апарып қойдық. Жуа күн сәулесінен өсе ме? Иә. Жарайсыңдар.